Ең бірінші білуіміз керек, әке шеше әрбір адамның осы дүниеге келуіне себепші болған адам. Ол жақсы ба, жаман ба, сенің әкең. Түсінікті ма? Жақсы ма, жаман ба, сенің әкең. Қайда барсаң сонда бар. Түсінікті ма, жоқ па? Қайда барсаң сонда бар, сенің әкең сол, шешең, анаң сол. Жақсы болса да сенің әке-шешең, жаман болса да сенің әке-шешең. Жақсы болса қуанасың, жаман болса қайғырып, олардың артынан жалынып болса да туралыққа шағыруға әрекет етесің. Аллах субханаху ва тағала Құранда айтады, егер әке-шешең сені Аллахқа серік қосуға мәжбүрлесе, мойынсұнба. Бірақ олармен әрдайым осы дүниелік мәміледе жақсы болып мәміледе бол дейді. Түсінікті ме? Ол күнә емес, арақ емес, анау-мынау күнә емес. Аллахқа серік қосу, ол серік қосып жатқан жоқ. Сені серік қосуға мәжбүрлеп жатқан адам. Кейін Аллахқа серік қосудың өзі жаман нәрсе, дұрыс па? Ол серік қосып жатқан жоқ. Сені серік қосуға мәжбүрлеп жатыр. Мүшрик боласың деп. Аллахқа серік қосасың деп мәжбүрлеп жатыр. Сондай әке-шеше болса да, осыларға тек қана жақсы мәміледе бола береді. Егер шыныменен соларға жанашар болсаң, шыныменен олардан өш алатын сипат көрінбесін сенен. Кейбіреулер әке-шешесімен өш алатындай дәрежеде мәміле алады. Тура бір жамандық қалайтындар әке-шешесі. Сол үшін олармен тек қана әрдайым жақсы мәміледе болу керек. Жақсылықты білсең, жағдай барынша үйрет. Жамандықты білсең, жағдай барынша жақсы сөзбен ескерт. Артық ештеңе емес. Бір ғалымдардан біреуінен естіген сөзім бар еді. Шейх Салих Хайдан айтады. Біреу айтады, мен анам Фатиха сүресін жаттай алмайды. Сонда ол кісі айтты, егер аптасына бір аят жаттата алсаң, жаттатсын. Түсінікті ме жоқ? Аптасына бір аят. Қалай жаттатамын десе, көр қай уақытта анаң қуанады, қандай уақытта көңілі ашық болады. Солай ма жоқ па? Сондай жағдайлар жаса, жарат оған. Көңіл көтерілі, қуанатын кез. Сондай кезді тауып, бір аят үйрет. Бір күнде емес, 2 күнде емес, 3 күнде емес, бір аптада. Себебі сол Фатиханы мен оның намаз болады. Соменен сен, иншаллах, жәннатқа кіресің. Аллах субханаху ва тағала әкеңді немесе анаңды тірі қалдырған екен, немесе екеуінің біреуі, сен біл жәннаттың 2 есігі ашық тұр саған. Соларға қызмет қылып, сол жәннатқа кіріп алды. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям минбарға шыққан уақытта, әрбір текпешегіне көтерілген уақытта амин, амин деп айтады. Сонда неге өйттіңіз десе, Наби саллаллаху алейхи ва саллям бірінде айтады, Жибрил маған айтты, кімде-кім әке-шешесі тірі болғанда солардың ризалығын алып жәннатқа кірмесе, ол қор болсын. Амин деп айт дегенде мен амин деп айттым. Түсінікті ма? Өткенде айттым ғой, Ибн Аббас радияллаху анхуның алдына біреу не dedi? Адам өлтіріп қойдым деп келеді. Маған тәуба бар ма дейді. Тәуба бар ма, мен тәуба қылсам бола ма, қабылдана ма мен тәубам десе, адам өлтіріп қойған. Сонда Ибн Аббас айтады, анаң тірі ме сені дейді. Анаң тірі ме дейді. Сөйтсе жоқ, анаң тірі емес десе, олай болса Аллахқа көп тәуба қылып, өте көп құлшылық жаса дейді. Мына күнәні жуатындай дәрежеде. Сонда шәкірттерінің бірі артынан барады Ибн Аббасты. Артынан барады. Ата ибн Ясар рахимахуллах. Табииндерден. Барады да Ибн Аббасқа айтады, ұстаз дейді. Неге анасын сұрадыңыз дейді. Анаң тірі ме деп. Сөйтсе айтады, анаң тірі ме деп сұрағанның себебі Аллахқа анаға жақсылық қылған дәрежедегі болатын жақсылықты білмеймін дейді мен шариғатта. Түсінікті ма? Анаға болатын жақсылық сияқты дәрежедегі ұлық болған амалды білмеймін дейді. Сондай дәрежедегі адамдарға қалай сен ашуланасың?
қалай ызаласасын сен, түсінікті ме жоқ па? Қалай оларды жек көресің, түсінікті ме жоқ па? Қадірлеп білу керек. Сенің дініңе қарсы болып жатса да, оларға тек қана жақсы мәміле болу керек. Аллах айтады: "Уахфид лахума жанаха дулли минар рахма." Мейірімділікпен әрдайым сен өзіңді төмен ал, Аллах әке-шешеңнің алдында. Мейірімділікпен, әшейін былай емес, мейірімділікпен, қаласаң қаламасаң мейірімділікті білдір оларға. Көзіңнен, бетіңнен көрмесін сен ашуланғанын. Уахфид лахума жанаха дулли минар рахма ва қур рабби ирхамхума кама раббаяни сағира. Және айт: "Ей Аллах, осы менің бар әке-шешемді күнәларын кешір. Мені қалай мейірімділікпенен олар өстіріп өндірген болса, олардың күнәсін Аллах өзін кешіре қой" деп Аллахқа әрдайым жалбарыну керек, дуа қылу керек. Имам Ахмад рахимахуллахқа біреу келіп айтады: "Ей, имам, менің анам намаз оқымайды" дейді. Насихат ете бер, оқып қалады дейді. Қазіргілерге: "Әкем намаз оқымайды, кәпір ме, кәпір емес пе?" деп сұрап келеді. Қай бетпен сұрайсың ол нәрсені айтшы. Сен не қыласың, оны тозаққа лақтырмақсың ба? Итеріп апарып тастайсың ба сен оны? Сені осы дүниеге үйтіп алып келген адамдарды сен апарып бітірейін деп жатсың ба? Не нанкөрлік бол? Қандай мейірімсіздік? Сол ана туды ма сені, жоқ тастан туылғансың ба сен? Анам намаз оқымайды, әкем намаз оқымайды. Кәпір ме, кәпір емес пе? Ихтилаф бар ма онда? Анам. Субханалла. Сонда мен саған не? Анаңның, әкеңнің кәпір емес екенін анықтап берейін ба? Соған мұқтаж болып тұрсың ба? Сол ма мәлімет? Сол білім керек па саған? Бұл тіл неге сөйтіп қимылдайды сондай мейірімсіздікпен? Аяғына су құйып ішпейсің ба оны иманға келуіне әрекет қылып? Анашым деп жалынбайсың ба оған? Осы себепті сен тозаққа барып қалсаң мен қайда барамын? Маған жаннат қалай татиды сен егер тозаққа барасың деп? Сұрайды. Мен таңғаламын соны, қалай сұрайды екен осы нәрсені? Аллах кәпір болса да, ширкке мәжбүрлеп тұрса да, «Уасахибхума фид дуния ма'руфа» деп жатыр. Ол әке-шешеңменен осы дүниеде, жоқ дегенде осы дүниеде жақсылықпен мәміле қыл, егер олар сені ширкке мәжбүрлеп тұрса да. Бидатқа емес, араққа емес, зинаға емес, ширкке, Аллахқа қарсы болуға мәжбүрлеп тұрса да, сен тек қана жақсы мәмілемен болу керек. Себебі әлемде сен үшін әке-шешеден әзіз адам жоқ. Ондай адам жоқ. Сен туа алмайсың ондайды, іздесең таба алмайсың ондай адамды. Соларға қызмет қылған сияқты жаннатқа кіруге жол табатын әке-шешеңнен басқа ешкім жоқ. Сол жаннатқа қызмет қылып, әке-шешең кәпір болса да, саған жаннат болады, мұсылман болса да жаннат болады, иншалла. Ол жерде әке-шешенің айырмасы жоқ. Қызмет қылып жаннатқа кіруде әке-шешенің айырмасы жоқ. Кәпір бола ма, мұсылман бола ма? Сол үшін оларды ренжіту, оларды көңілін ауырту деген нәрсе, ол ауыр нәрсе өте. Қазіргі уақытта ақиқатта сондай бір сұрақтарды естесін, қалай осылар сұрақ қояды екен деп қаласың осындай. Жақсы, сұрағаны жақсы шығар, кейбіреулерге мүмкін пайдасы бар шығар. Бірақ таңғаласың. Осылай сұрақтарды сұрап. Мен бұл сұрақты сұрап жатқан жоқпын. Жалпы әке-шешеге қандай мейірімсіздікпен сұрақ қояды екен? Не болғанда да бауырларым, ең бірінші сенің жақсылығыңа дейді Наби саллаллаху алейхи ва саллям, кім ақты дейді? Досың емес, көршің емес, әйелің емес, бала-шағаң емес. Сенің қолыңнан келетін жақсылыққа ең ақты адам кім? Анаң дейді. Сосыншы Расулалла десе, анаң дейді. Сосыншы десе, анаң дейді. Сосыншы десе, әкең дейді. Әкенің орны басқа, әке жаннаттың орта есігі. Бірақ ананың орны және бір ерекше. Екеуінде Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Аллахтың ризалығы әке-шешенің ризалығында дейді. Бірақ қайталап айтуға мәжбүр боламыз, оларға мойынсынасың, айтқанды істейсің, құрметтейсің дегені шариғатқа қарсы нәрсеге бұйырса, істе деген емес. Айтып қояйық сол нәрсені. Кейбіреулер тағы қате түсініп қалып жүрмесін. Себеп Аллах фәлә тутиъхума, шариғатқа қарсы болған нәрседе оларға мойынсынба деді. Осы нәрседе ғана.
Осы нәрседе ғана. Қалған бүткіл жақсылықта адам әрдайым аяқта тұру керек. Түсінікті ме жоқ па?